Dostlar сәлем, қалайсыздар? Бүгін Інжуді алуға келдім. Інжу мен Маржанның балабақшасына сіздерге Турциядағы балабақшалар туралы қысқаша айтып өткім келді осы видеомызда. Бір айдан асты Інжу мен балабақша Стамбулға келгелі осы балабақшаға келіп жүр. Мұнда көбіне жеке меншік балабақшалар көп. Өйткені мемлекеттік балабақшаларда очередь, адам көп, сол үшін жеке меншікке бердік біз. Жеке меншіктен бөлек мемлекеттікке егер тұруға рұқсатыңыз болса, осы Стамбулда азаматтығыңыз болса, немесе жаңағыдай бизнес бойынша келген болсаңыз, балаңызды оқуға болсын, мектептерге болмаса балабақшаға беруге болады. Біз айына Маржанға 1000, Інжуге 1800 лира төлейміз. Яғни Маржанға 30 000 теңгемен есептеген кезде Інжуге бір 50-55 000 теңгенің шамасында. Бұл балабақшада яғни ішіне бәрі кіреді. Еще айына бөлек қосымша жылдық ақы деген бар, картасия дейді. Яғни керек жарақтар үшін жылда бір рет төлейтін. Оған 1000 лира төлеп қояды. Мұнда ішінде балабақшаның өзінің ағылшын тіл курстары бар, пианино курсы бар, қосымша сабақтары. Билетеді, ойнатады, мерекелік күндері қызықты жерлерге апарады. Мысалы, егемендік күні, полицейлер күні десе, именно сол полицияның басқармаларына апарып, сол жақпен таныстырып, қызықты өткізеді. Бұл жақта негізі ондай мерекелерді балаларға өте керемет мәнерде түсіндіріп, сол жаққа апарып, қызықтырып, әндерін жаттатқызып, билерін билеткізіп өткізеді. Яғни көбіне ұлттық нақышта өтеді. Соның себебі деп ойлаймын, балалар патриот, ұлтшыл болып өседі. Өзінің тарихын жақсы біліп, кішкентай кезінен тарихты ән арқылы, би арқылы, ойын арқылы бойларына сіңіре береді. Сол арқылы балада өзінің елінің, өзінің халқының мәдениетін, тарихын жаттап біліп өседі. Біздің балабақша Eyüp Sultan ауданында орналасқан. Біз бірнеше балабақшаға бардық. Екеуін бірге қабылдамаймыз деді, себебі Маржан кішкентай болған үшін оны қабылдай алмаймыз деді. Сол үшін осы балабақшаны таңдадық. Әрі условиясы да жақсы, жағдай жақсы жасалған балаларға. 4 мезгіл тамағы бар. Таңертең 7:30-нан кешкі 6:30-ға дейін әкеліп тастауға және алып кетуге болады. Ал басқаларда кейбіреу 4-ге дейін, кейбіреу 9-да кел дейді. Әрқайсында жағдай әртүрлі. Сол үшін біз осы балабақшаға тоқталдық. Мұнда бір бекітілген баға жоқ негізі. Кез келген бағаны өздері қояды, условиясына қарай. Мысалы, 3000, 4000 бағалар да бар. Олар енді өте қымбат. Бұдан да арзан бағалар бар. Сол үшін баға тұрақты емес. Және балабақшаның жағдайына, орналасқан жеріне қарай да өзгере береді. Қазір Інжуді алуға түсемін төмен қарай. Інжуді күтіп тұрмын. Апайлар ақ шыққан соң Інжуден балабақшасы туралы кішкене сұхбат алатын боламыз. Достары туралы, балабақшада не істегендер туралы. Бізбен бірге болып, лайк басып, тіркеліп жүруді ұмытпаңыздар достар. Міне, Інжуде шығып келе жатыр балабақшадан. Merhaba. Merhaba. Інжу сәлем. Teşekkürler. Yarın tiyatromuz var da gelecek mi? Gelecek. Ha, tamam. Yarın parasını da çantasına koyarız. Tamam. 50 TL değil miydi? 50. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler, görüşürüz. Avcan. Vau, ne o? Қайдан алдың?
Садиктан. Қалайсың? Қайдан шықтың, Інжу? Қатты айтса, қайдан шықтың? Садиктен. Ұнайды ма саған садик? Иә. Кеттік па үйге? Қайтамыз ба? Иә. Кеттік. Садик туралы айтпашы маған. Садикте не істедіңдер бүгін? Ойнадыңдар ма? Не істедіңдер? Айтып берсей садикте. Боядық. Боядыңдар, сосын? Боядық. Сосын? Ұқтадық. Ұйықтадыңдар ма не? Сосын? Кішкене паркке ойнайық. Паркке ойнаймыз қазір, жолдан қайтарда. Кеттік, Інжу. Достарын қимай тұрсын ба? Інжу, достарының аттарын айтып берші маған. Балабақшада достарың туралы айтып берші, Інжу. Аржан папа. Дұрыстап айтсай. Достарың аты кім еді? Омер Асаф, сосын? Арас, сосын? Сосын кім? Қатты айтсай? Қатты айтшы? Айшемера, Шынар, Мерексу, я? Элиф. Элиф? Не ондай бар. Бар ма? Я. Элиф. Кім сенің ең жақсы досың кім? Мәржан. Мәржан. Мәржан сенің бауырың ғой, Маржан? Я. Менің бауырым. Бұл жақта балабақшалардың системасы өте жақсы құрылған. Онда балаларды ойнатады, кәдімгі арнайы орындарға апарады, мұғалімдері өздері басшылық қылып. Ұлттық өздерінің әндерін ойнатқызады, билерін үйретеді. Әр мерекелерде өте үлкен көлемде атап өтеді. Мысалы, ұлттық күні, егемендік күні, жастар күні деген сияқты бәрін ерекше атап өтеді. Солай достар, бүгін Інжумен үйге қайтамыз. Енді біз келесі видеоларда кездескенше лайк басып, тіркеліп, видеоларымызды бөлісіп таратып жүріңіздер. Рахмет, бай-бай.